Ең үлкен соққы дұшпаннан емес. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Ең үлкен соққыны үнемі ең жақындарымыздан аламыз. Себебі қорғаныс жүйеміз жақындарымызға емес, дұшпандарымызға қарсы құрылған дейді. Келісесіздер ме? Адамдар тек шайтанды дұшпан көріп, іштеріндегі нәпсілерін ұмытып кете береді. Негізінен іштен шайтанға есік ашып беретін нәпсі. Қазақтың іштен шыққан жау жаман деуінің мәнісі осы. Сондықтан да дінімізде шайтанға қарсы күрестен бұрын ішкі нәпсімізбен жұмыс істеп, оны тізгіндеп, тәрбиелеу өсиет етілген. Іштегі жау кісенделгеннен кейін сыртқы жаумен соғысу да әлде қайда тиімді әрі нәтижелі болмақ. Біздер көбіне ішкі жауды елемей, сыртқы жауға көбірек назар аударамыз. Сөйтіп, барлық күш қуатымыздан айырылып, берекетіміз қашқанда ішкі жау іштен шалады. Жау жағадан алғанда бөрі етектен алады деген сөздің кебін сонда киген боламыз. Осы айтқандарымыздың бәрін Шал ақын былай деп қысқа қайырады. Иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі. Бөріге қой алдырмас ердің ері. Таяқты қатты ұстап қойшы тұрса, жоламас ешбір пәле шайтан бері. Демек, ақылды дұрыс жұмсап, нәпсіні тізгіндей алсақ, еңбек жемісті, күрес жеңісті болмақ. Жалпы, адам болмысының өзі бір мемлекет тәрізді. Сондықтан да мұндағы көп әдіс тәсілдер жалпы мемлекеттік басқару жүйесінде де пайдалы болады. Мемлекетке де сыртқы жаудан бұрын ішкі жау қауіпті. Сыртқы күресте жеңіске жету үшін мемлекетке әуелі ішкі жаудан тазаруы керек. Нәпсінің тойуды білмегеніндей, мемлекетте де нәпсілері шектен шыққан тойымсыздар бар. Билік бұл тойымсыз нәпсілерді кісендемей өркендемек емес. Нәпсі тәрбиеленбесе, арсыздық пен сатқындыққа, екіжүзділік пен опасыздыққа бейім тұрады. Сондықтан да нәпсімен күресте адамға берік бір жүйе керек. Сол секілді мемлекеттегі арсыз, сатқын, екіжүзді опасыздарды да жөнге салар қатаң бір жүйе болмай іс оңалмайды. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.